Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Атитока. Достар, бүгін бізде жаңа серия. Бұл сериалдың аты бізде футболшы қыз деп аталады. Егер де сіздерге ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басып, колокольчик басып кетіңіздер. Ал бұл негізі бұның екінші бөлімін күтсеңіздер, мені тезірек 90 подписчикке жеткізіп тастаңыздар. Қалай жеткізесіздер деген сұрақ болса, мысалы достарыңызбен, өзіңіздің туысқандарыңызбен осы каналды, осы видеоны бөлісіңіздер, немесе басқа да адамдар, кейбір емес, вообще 100% почти барлығы менде без подписки көреді. Сондықтан менің арнама тіркеліп, кейін бірақ көріңіздер, ешқайда өкінбейсіздер. Ал ендеше біз сериалымызды созбай бастайық. Ал қыздар, жаңадан көрішкеніміз күшті екен, я? Я күшті ғой. Келіңдер, оң аяқпен кірейік. Түкте әдемі емес қой. Я, алдын ойымыз өте әдемет. Жақсы қыздар. Жақсы кірейік. Сосын мынандай камин бар екен, өшіріп қойайық. Қараңдаршы. Так, мен есікті жауып қояйын. Жақсы, үйіміз өте әдемі екен, я? Я. Жақсы, келіңдер, бөлмелерді көрейік. Я, бұлай қарай жүрейікші. Жарайды, жүріңдер, солай жүрейік. Коробканы алып жүрсейші. Жаман шашып кеттім ғой. Той, сен бірақ жеп-жеңіл чемодан ұстап жүрсің ғой. Мен 2 сумка ұстап жүрмін. Сендер менен сұрасаңдаршы. Ал, жақсы. Келіңдер, өтейік. Мынау біздің бөлмеміз. Әкең екеуміздің бөлмеміз. Мәссаған өте әдемі екен. Светті жақ қойайық. Ал ендеше келесі бөлмеге өте берейік. Так, мәссаған. Не деген әдемі қонақ бөлме. Қараңдар қандай әдемі. Я? Я. Так, Зере қызым. Ау, сен пианино тарталасың ба? Я. Я, саған сол пианиноны қатя тұрғаны жақсы болды. Жақсы, жүріңдер, ары қарай өте берейікші. Ал, бұл біздің күнде ішетін кухнямыз. Өте әдемі, 4-тімізге 4 орындық. Жақсы, ары қарай бөлмелер бар мекен көрейік. Жүріңдер. Қыздар, көңіл күйлеріңді көтерсеңдерші. Мынау сендердің бөлмелерің. Я, нормально. Я, сендер заттарыңды орналастыра беріңдер. Папаң екеуміз басқа бөлмелердің заттарын орналастырамыз. Жақсы. Алия, сен заттарыңды орналастыр. Я, менің заттарым өте көп. Штативіңсіз өмір сүре алмайсың ба? Кумашында мен тикток түсірем ғой. Жақсы, папаң екеуміз басқа бөлмелерге кеттік. Қата шаршап кеттім. Тезірек заттарымызды орналастырайықшы. Және мына жерге чемоданды қоя салайын. Енді сумкамдағы заттарым. Мына жерде сенің планшетің жүр ғой. Той, бәсе мен машинада ойнайын ба десем, сен алып апсың ғой. Жақсы, мен де чемоданды мына жерге қояйын. Енді не істейміз? Так, мен мына жерге бұлай мынаны қоямын. Енді все. Так, менің косметикаларым және де кошелегім. Кошелегімді мен мына жерге заттарымызды сала салайықшы. Былай. Алдын қойымыз қандай әдемі еді. Соны айтам.
мә ана коробкада менің ноутбугым қалып қалды ғой. Жарайды. Мә қайда отырып ойнаймын планшетімді. Бүгін жаңадан кушкинеміз өте күшті екен, иә? Иә. Келіңдер, шай ойып берейін. Қызым, сенің неге көңіл күйің жоқ? Мен енді тикток түсіріп көргенмін ғой. Мәссаған, күшті жаңалық қой. Содан не болды? Содан маған негатив жаза береді. Не деп жазыпты? Маған сен түрің жаман дейді. Өтірік қой ол. Сен әлемдегі ең сұлу қыз. Мен де әдемімін ғой. Иә, барлықтан әдемісіңдер. Папаңа бер жібер. Иә, мамыз. Мә жаңадан көшкеніміз қандай әдемі, өте уютный екен. Иә, өте күшті. Ал шайдан алыңдар болды. Сөйлемейміз. Шай ішейік. Мам, не болды? Енді біз жаңа мектепке көшеміз бе? Иә, сендер жаңа мектепке көшесіңдер. Иә, сосын сендердің жаңа мектептеріңде сондай үйірмелер де бар екен ғой. Мәссаған, қандай үйірме? Мысалы, ол жерде футбол, карате, шахмат, жүзу деген сияқты. Мәссаған, мен футболға қатысқым келеді. Қызым, қайдағы футбол? Енді күшті ғой футбол деген. Жоқ қызым, сен ұл емессің ғой, сен қызсың ғой. Онда мен жүзуге қатысайыншы? Иә, сен жүзуге қатысасың. Мен футболға қатысқым келеді, сен неге өше түсінбейсіз? Жоқ қызым, сен де жүзуге барасың немесе шахматқа. Пап, не болды қызым? Не болды? Тағы да футбол ма? Жоқ, мен енді жаңа үйге көштік дегендей, ауладағы қыздармен дос болайын дегенмін. Жақсы, шықсаң шыға бер. Рахмет. Так, мен сүтмен екем, нан екем ба? Жоқ, осымен жүре берейінші. Сосын телефонды алып алайын. Жақсы, кеттім. Мына жақта ешқандай да адым жоқ қой. Велосипед бар екен. Жақсы, ары қарай жүріп көрейінші. Мына жерлер өте пустой. Сонда мына жерде не бар вообще? Мәссаған, балалар футбол ойнап жатыр. Тоқтат, жүрсеңдерші, тоқтатыңыз. Тағы да жеңіліп қалдық бар ғой. Жынға тиесің өстіп, сенімен команда болмау керек. Мәссаған, сендер футбол ойнап жатсыңдар ма? Иә, көзімен көріп тұрсың ғой. Соған не үшін келдің сен? Мен де сендермен ойнайыншы. Қой. Өте күлі футбол ойнаймын дейсің бе? Саған қыздардың футбол ойнаған бірінші рет көріп тұрмын. Иә, енді ойнайды да, не болыпты? Или қыздан жеңіліп қалады деп ойлап тұрсыңдар ма? Жоқ, сен бізден жеңілесің, наоборот. Давайте бастесейік. Егерде мен жеңіліп қалсам, онда мен сендерге телефонды беремін. Ал сендер маған, если сендер жеңілсеңдер, онда сендер маған доптарыңды бересіңдер. Иә, телефоның біздікі болайын деп тұр ғой. Иә, көре жатырмыз. Мен сені білем, сен футболды армандап жүрген қыз емессің, ана тиктоктағы Айли деген ба? Иә, мен өте тиктокта өте популярнымын, так что мен сендерді сразу видеоға түсірем да, салып жіберем. Сендер білмейсіңдер ма, менің қанша подписчигім бар екен? Қанша подписчигім бар ал? Менің 10 миллион подписчигім бар. Так что менен қорқуларың керексіңдер. Болды, аузың жапшы енді, тезірек ойнайық та футболыңды. Жарайды, мен телефонды мына жерге қоя отырайын. Ал, келіңдер ойнайық.
Ха-ха-ха-ха-ха. Ей! Мәсіған. Сен жеңіп кеттің ба не? Иә, доптарыңды ала берейін ба? Жоқ, тоқта, сен қалай жеңіп кеттің сонда бізді? Иә, енді доптарыңды ала берейін, иә? Бірақ та қалай жеңіп кеттің? Жақсы. Доптарың менікі. Сау болыңдар. Келесі тағы да ойнаймыз. Жеңілуге дайын болыңдар. Мәні қалай жеңіп кетті бізді? Сендер деген ұл бастарыңмен ұялмайсыңдар ма? Енді біз әдейі істемедік қой. Осымен біздің бірінші бөліміміз аяқталды. Егер де сіздерге ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ал ендеше сау болыңыздар. Екінші бөлімін көру үшін сіздер мені 90 подписчикке жеткізіп тастауларыңыз керек.